Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай 20 минутта дайындалатын, үйдегі рецепттермен жасалатын рулет әзірлейтін боламыз. Шаймен өте дәмді болады. Ең алдыменен бізге таза ыдысымызға 5 жұмыртқамызды жарып, бір стакан шекерімізді салып, жақсылап миксермен 2 есе көпіргенше жақсылап араластыратын боламыз. Осы орайда маған подписаться жасап, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Енді бізге шым-шым тұзымызды, ұнымызды және разрыхлителімізді салып, жақсылап осындай қоймалжың массасы сияқты араластырамыз. Енді пергамент қағазымызды алып, листімізге салып, осылай видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрыштығып жайып құйып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5-10 минут шамасында пісіп шығады. Қарап тұрыңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Сәл осылай жайып болғаннан кейін ұрғылап жібереміз и саламыз. Піскеннен кейін бізге осындай дастарханымызға алып, ыстық күйінде пергамент қағазды алып, астынан варенье немесе жем, әртүрлі крем қойсаңыздар да болады. Мен үйдегі бар затпен шиенің вареньесін салдым. Өздеріңіз қалағандарыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Және осылай ыстық күйінде орап, бетін жауып, сүлгіменен 5-10 минут шамасында қойып қоямыз. Міне өте дәмді, жасап көрсеңіздер болады.